Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы жазды күні ыстықта шөліңді басатын таптырмас сусындардың бірі мохито дайындаймыз. Дәл ресторандағыдай болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаймыз. Ең алдымен бізге керегі лимон, жалбыз, яғни мята, одан кейін осындай дайын сироп, базарларда сатылады, барбадос деп аталады. Одан кейін кез келген газды сусын мен сарыағашты таңдадым. Бұл лимонадтың жасалуы өте оңай. Үйлеріңізде жасап қойсаңыздар болады. Жаңағы сироптың бірнеше түрлері бар. Біз көбінесе мохитоны жақсы көргендіктен именно осы лайм және де лимон, лайм, мята қосылған түрін алдық. Яғни сироптың сондай түрін алдық. Ыдысымызға лимонымызды, жалбызымызды салып, одан кейін дайын сиропымызды құямыз. Осы сиропты алып қойсаңыздар бірнеше күнге жетеді. Күнделікті осылай үй жағдайында магазиннен сатып алмай, өздеріңіз дайындап ішсеңіздер болады. Балаларға да дайындап беруге болады. Сиропты құйып болғаннан кейін ең соңында мұздай газды сусынды құясыздар. Барынша мұздай болғаны жақсы. Сол кезде шөлдеріңізді басады. Жақсы бір рет араластырып жібереміз. Мінекей біздің сусынымыз, яғни мохитомыз дайын болды. Лайм да қосып, киви да қосып жүрсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз. Мен үй жақтағы магазиннен таппадым, сол үшін қоспадым. Бірақ осының өзінде өте дәмді болып шығады. Егер түсі жасыл болған қаласаңыз, мятаны блендерден өткізіп жіберсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.